Андрей мырза, аталарымыз ұлы дала төсінде ұлы мемлекеттер құрды. Өзіндік мемлекет басқару құрылымы мен басшыларының атақ дәрежелері болды. Әңгімемізде ертедегі түрік халықтарының атағы шен-шекпенінен бастасақ, ел басқарушыларының атағы қандай болды және олардың әйелдерін қалай атаған? Ел басқарушыларының сосын айтақ, мен көбірек түрік қағанаты зерттеген үшін түрік қағанаттағының болған атақтарына тоқтасам. Түрік қағанаттағы ең үлкен атақтарының бірі, демек мемлекеттің ең үлкен басшының атағы Қақан еді. Сосын Қытай дернектеріне біз қарайтын болсақ, ең үлкен үш атақ бар еді. Ол бірінші дәрежелі ең жоғары басқарушының атағы Қақан, одан кейінгі Ябғу, одан кейінгі Шат, сосын одан кейінгі Тегін атағы бар еді. Ол тек қана сол Түркі қағанаттың басқару династиясы болған Ашшынадан болған адамдар ғана сол атақты алу мүмкін еді. Қағанның әйелінің атағы Хатун және Хатун деген атағы бар еді. Бірақ сол Қытайдан келген императордың қыздарына, бірақ Ашына руынан болған қыздарының Күншуй атағы бар еді. Ол немесе тек қана сол және Қағанның ең бірінші әйелінің атағы Қатун болса, сол барлығының сол басқа әйелдерінің және Ашына руында болған әйелдерінің атағы Күншуй еді. Келесі сұраққа көшсек, жалпы түркі атақтары қай кезде пайда болды? Түркі қағанаттар тұсындағы атақ дәрежелері қандай болды және қандай жолмен берілді? Түркі атақтарының келіп шығуы біз Қытай деректерінен көруіміз мүмкін. Бірінші рет сол атақтар жүйесі Хун мемлекетінде пайда болған. Сол негізі біз айтуымыз қажет, Хун туралы жалған Қытай деректерін көбінше түрк атақтарыны Қытайлар транскрипция емес, және түрк атақтарыны аударма қылып берген. Мысалы, 1000 кісіні басқаратын басқарушысы айтайық, 1000 басы. Мысалы, не дейді? Тағы да 10.000 кісі басқаратын адамды мысалы қытайша деп аудармаса, ол біз білеміз, қадым ескі түркшеде 10.000 сөз төмен деген төмен басы атақтары туры келеді. Және сол Қытай деректері қарасақ, сол кезінде де Янжы деп атағаны Хатун деген атағы Қытай деректері сол кезде Янжы деп, немесе қалған атақтары да бәрі де Хун уақытында бар еді. Бірақ сосын айту керек, бұл атақтар жүйесі келесі ретте басқа түрк қағанатпен Хун аралығында болған көп көшпенделер тарапынан қылынған мемлекеттерді пайда болған мемлекеттер ішінде барды бұл атақтар. Мысалы айтуымыз мүмкін, сәмбилерде барды, басқалар, сол Қытай деректер бәрі жазылған. Бірақ түрк қағанаты келген кезінде түркі атақтарының саны жалпы 50-дан асты. Негізі сол кезінде айту қажет, мысалы көпшілік тарихшы ғалымдар не дейді, атақ мен эпитетті ажыратпайды. Немесе атақ ол бір түркі, мысалы қағанмен, мысалы бірақ атақ ішінде дәрежесін көрсететін атақтар да бар, ол эпитет деп атауымыз мүмкін. Мысалы, Тегін болса, ол жалпы Ашына руынан болған еркек кісілерге болатын, бірақ Чабыш деген болатын болса, оның дәрежесі Тегінден үлкен болады. Ол мысалы оның әскері, қолында әскері бар болған үшін, мысалы Чабыш деген болады. Мысалы айтайық, Күл деген болса, ол мысалы оның мәртебесі қарапайым Тегінден көрі жоғары болған. Мысалы соның мәртебелерін білдіретін сөздер ол эпитет деп аталады. Сол эпитеттер саны 40-тан көп болған. Соны айтып қажет, түрк қағандығынан кәмел атақтар жүйесі жаралған болып, сол жүйені кезінде Шыңғысхан өзінің империясында қолдаған. Келесі енді
жауынгерлікке көшсек, жалпы түркі халқы желмен жарысқан жауынгер халық. Осы бабаларымыздың тұлпарларының тұяғының ізі төрт түлік дүниеге тайға басқанда сайрап жатыр. Енді қол басқарушыларының атақ дәрежесіне ойыссақ, түркі халқындағы әскери басшылардың атақ дәрежелері қандай болды? Ол мысалы чабыш деген, ол қазіргі не дейді, чабыш деген бар, шат деген бар. Шат мысалы ол бірақ не айту керек, түріктерді атақтар тек қана басқарушы емес, әлбір басқарушы атақ олды негізі түрк қағанаттың, түрк ұлттарды ол адамдар басқаратын емес, олды кезінде де әскери бір атақ еді. Мысалы шат деп атайық. Шат ол ашынадан қолында бір облысының акимі болып, қолында қолы болса, сосын ол шат деп болады. Мысалы чабыш деген бар. Чабыш туралы мысалы біз анауды көруіміз мүмкін, төмен басы 10 мың кісінің басқаратын қол атақтары бар, 1000 басы, 50 басы, 100 басы. Сол түрдегі бір атақтар бар еді сол кезінде. Сол атақтарды біз кейінгі дәуірлерде, Моғол империясының дәуірінде мысалы біз өзбек хандықтар, қазақ хандықтар сол атақтары қолдағанын көруіміз мүмкін. Сол атақтарды. Негізі айту керек, қағанаттың жүйесі ол барлығы мысалы ол әскери жүйе еді. Мысалы әрбір әскер, біз соны айту мүмкін, біз түрк ұлттарда әрбір мемлекетті адам, әрбір еркек кісі әскер болған. Соны біз есептен алуымыз қажет. Жалпы келесі сұрағымызға көшсек, Қараханидтар мемлекетінің ислам дінін қабылдағанын білеміз. Осы тұста түркі халықтарының, түркілердің атақ дәреже беру жүйесі өзгерді ме? Осы атақ дәрежеге діннің ықпалы болды ма жалпы? Соны айту керек, Қараханидтер дәуірінде ол көп ықпалы жоқ еді. Қараханид дәуірдегі, мысалы қазіргі ол басқарушыларда түрк болған үшін толық не айтайық, кезінде өзгерістер болған болса да, бірақ түрк қағанат уақытындағы атақтар жүйесін сақтаған еді. Бірақ соны айтуымыз қажет, Қараханид мемлекетінде көпшілік халықтың, түркі халықтар жасаған үшін, тұрған үшін ол сақтаған. Бірақ мысалы сол кезінде біз Газневилер және мысалы Селжукейлер мемлекеттерінің бір сол атақтар жүйесіне қарасақ, олар өзгеріп исламның ықпалы көп болған. Мысалы айтайық, Қараханид мемлекетінде ең жоғары басқарушы өзіні хақан деп атаса, Газневилер мысалы Селжукейлер өзіні мұсылманның ішінде, түріктер ішінде, түріктер аз жасайтын, тұратын жайда басқарған үшін өзін сұлтан деп атайды. Және ол басқа қарағанда Қараханидтер исламның ықпалы көп емес. Бізде мысалы Қараханид дәуірінде жазылған айтайық, Диван лұғат түркті және Жүсіп Балсағының, Махмұд Қашғанинің, Жүсіп Балсағының мысалы Құдатқы билікті қарасақ, сөйлеген барлығы атақтар мысалы түрк қағанат дәуірінде де қолданылған атақтарды барлығını көруіміз мүмкін. Жақсы. Келесі соңғы сұрағымызға көшсек, жалпы біздің порталдың дәстүрлі сұрағы бар. Сіз біздің оқырмандарымыздың тарихи танымын кеңейту үшін қандай тарихи шығармаларды оқуға кеңес бересіз? Мен тоғырсын айтсам, көбірек сол адамдар, мысалы бүгінгі күнде көп деректер аударып, қазақшаға, басқа тілге аударылып жатыр. Мысалы оригиналды немесе сол аударылмаларды оқуға бір оқыса жақсы болатын. Неге? Бір жақсы бір пікірлер бар. Мысалы айтайық, Мырза Хайдар тарихи Рашидін оқысақ, мысалы Жамет Таварих Рашидінді оқысақ, мысалы Бабурның Бабурнамасын оқысақ, мысалы сөзден жақсы бір мағлұматтар бар. Мысалы әртүрлі тарихшы, мысалы жақсы тарихшы болса, негізі ол жақсы, мысалы жақсы пікірлер беру мүмкін. Бірақ дерекпен бір оқыған кезде адамды сол дәуірінің қандай жалпы тұрмыс болғанын түсіну үшін өте жақсы болатын. Сосын көбірек деректерді оқуға мен сол кеңесемді.